Іштегі майды кетіру үшін не істеу керек? Диетолог ұсынған үздік 5 тәсіл. Жаз мезгілі жақындаған сайын қыз-келіншектер артық салмақтан арылудың жолдарын қарастыра бастайды. Қыз-келіншек түгілі кейбір артық салмақ жиналған ер адамдардың өзі артық салмақтан арылғысы келеді. Жылдар бойы жиналған майдан әп-сәтте арылу оңай емес, бірақ дұрыс тамақтану арқылы кез келген мәселенің шешімін табуға болады. Ұмытпаңыздар, дұрыс тамақтану арқылы, тамақты шектеу арқылы емес. Мысалы, босанғаннан кейін әйелдер іште артық майдың жиналғанын байқайды. Ішімде 5 айлық бала бар сияқты қампайып тұрады деп жататындар көп. Бірінші, таза су ішу. Адам күніне аз мөлшеріне сай су ішу қажет. Әсіресе таңғы ас алдында бір шыны су ішкен аса пайдалы. Ал тамақтанғаннан кейін су ішсе, іште артық майдың пайда болуына сеп болады. Өзіңізге қажетті су мөлшерін есептеу үшін төмендегі формуланы жаттап алыңыз. Мәселен, өз салмағыңызда 30-ға көбейтесіз. Егер 60 келі тартсаңыз, оның 30-ға көбейтсеңіз 1800 шығады. Яғни сізге 1 литр 800 грамм су қажет. Екінші, дұрыс тамақтану. Ішке май жинап алғыңыз келсе, дұрыс тамақтанбай жүру жеткілікті. Сол үшін ас мәзіріңізге өзгертіңіз. Көмірсулар, аштық мен нан тоқаш өнімдері іштегі майдың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан да мұндай тағамдардың бір аптадан бастап 1 айға дейін бас тартқан жөн. Үшінші, массаж жасау. Ішіңізге күніге 10 минут массаж жасаңыз. Желіде іштегі майды кетіруге арналған массаждың неше түрін табуға болады. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап алған дұрыс. Төртінші, жаттығу жасап дене шынықтырумен айналысыңыз. Дұрыс тамақтанумен бірге дене қимылымен де айналысыңыз. Сізде міндетті түрде нәтиже болады. Іштегі майды кетіруге арналған жаттығудың түрі көп. Ең тиімдісі вакуум және планка. Бесінші, бүкірейіп жүрмеу. Бүкірейіп жүретін адамдардың арқа омыртқасы мен сүйектері зақымданып қана қоймай, ішіне майда жиналады екен. Сондықтан денені тік ұстап жүру керек. Тіпті тамақтанғанда да бүкіремей тамақтанған дұрыс. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.